Кешегі сабақта кәдімгідей тоқталып естігіміз қыстың кезінде хобби адамды тәртіпке, жауапкершілікке үйретеді. Себебі жаттығуға үнемі уақытында келу, командамен бірлесіп жұмыс істеу үлкен жауапкершілік. Ал Айданаға қол өнері ұнайды. Ол моншақтан әдемі бұйымдар тоқиды, немесе сурет салады. Керемет тамаша. Бұл футболда базалық қимыл дейді. Бірнеше мәрте үзбей допты жерге түсіріп алайық. Сосын тағы бір приемдарымыз бар еді ғой. Радуга. Керемет. Давай. Қасымыз дейміз. Көк төмен, е? Жасыл жоғары. Неше жыл болайсың айналысқаныңызға? 5 жыл. Сізде? Сізде 5-6 жыл. Жақсы, тамаша. Ал не көрсетесіздер? Арашқы сақтың тұрылды. Жақсы, мәтінді біреді оқып берейін, хобби өмір сәні. Біз оның хоббиі шығармашылықпен байланысты. Бұл іс Айдананың қиялын дамытып, ұсақ моторикасына жақсы әсер етеді. Және ақша табу үшін. Керісінше емес пе? Мәтінмен сәйкес пе, сәйкес емес пе? Сәйкес емес, қателікті. Футбол адамға демін жақсартып, жүгіру қасиетін жақсартады. Жақсы. Миллион астам ақша табасың. Байғали, мәтінмен сәйкес болу керек ақпарат. Мәтін мазмұнында ақша табу ұсақ моторикаға көмектеседі. Ондай ақпарат болды, иә, қол өнерге қатысты. Тамаша, қабылданады жауап. Хоббидің үйірмесіне барғанда өз ұқсайтын достардың бағалады. Дұрыс айтасың, ондай ақпарат. Индивидуалдық ісі және өзінің таңдауы. Жеке ісі деп. Жарайды, болады қабылдауға. Аға, мен бірақ Нақты спорт ол дене мықты болу үшін керек. Сабақтан шаршағанда хоббидің көмегі қандай, иә? Сіздің жауап? Адамға жаңа энергия береді. Жақсы, оқу орны деңгейі. Тағы алдай жауап бар ма? Өте жоғары деңгейде өткізіп есептеймін. Балалар өте белсенді, ашық, сондай өздерінің хоббиларын ұялмай, қысылмай көрсетіп жатыр. Бұл өте қуантатын нәрсе деп ойлаймын. Қалай
қымбат